Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дамды украинша борщ дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен етімізді пісіріп аламыз. 1,5 сағат, 2 сағаттай пісіреміз. Борщымызға орам жапырақ, қызылша, тұздалған орам жапырақ, картоп, сәбі және жуа керек болады. Біз оларды үкіштен өткіземіз. Енді жуан жартысын және сәбіздің жартысын майға қуырып аламыз. Оны ең соңында қосатын боламыз. Міне етіміз пісіп болғаннан соң біз барлық көкөністерімізді біртіндеп салатын боламыз. Бұл борщтың негізгі қағидалары: қызылша мен сәбізді біз үкіштің ірі көзінен өткіземіз, ал орам жапырақты майдалап осылай ұзынша тураймыз. Және бұл борщқа томат пастасы салынбайды, қызылша өз түсін өте жақсы береді. Енді барлығын жақсылап араластырып 15-20 минуттай пісіретін боламыз. Борщтың пісуіне 5 минут қалғанда осы зажаркамызды саламыз. Сәбіз бен жуаны үстіне борщқа арналған дәмдеуішімізді салып, жақсылап араластырып, тағы да 5 минут қайнататын боламыз. Міне достар, біздің борщымыз дайын болды. Одан да дәмдірек болу үшін біз қаймақ немесе майонез қосатын боламыз. Үстіне жасыл жуа, ақ желке немесе аскөк салуға болады. Мен әрдайым осы рецепті қолданамын. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ұнаса каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.